Сәлем достар! Бүгін бұл видеода мен сіздерге төтенше жағдайда әлеуметтік жәрдемақыны, яғни 42.500 теңгені кім алады және оны алу үшін не істеу керек, қайда бару керек, сол жайында айтып беремін. Егер де қызық болса, видеоны ары қарай көреміз. Жақында ғана Ақордада өткен төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы кезінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай кезінде қазақстандықтарға әлеуметтік жәрдемақы төленеді деп айтты. Төтенше жағдайда біз азаматтардың әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін түбегейлі шаралар қабылдауымыз қажет. Бізде барлық мүмкіндік бар. Ұлттық қорда қаражат жетеді. Оны дұрыс пайдалануымыз керек. Мұны қазақстандықтар білуі керек. Адамдар осы қиын сәтте қалай көмектесетіні туралы нақты түсінік алу керек. Қазір кез келген қауесет, белгісіздік, наразылық дүрбелең туғызады. Үкімет пен әкімдер дағдарысқа қарсы шараларды жылдам уақытта әзірлеуі керек деп айтты Қазақстан Республикасының президенті. Сонымен қатар осы төтенше жағдай кезінде 500 мыңға жуық қазақстандықтардың қаржылық жағдайына әсер етуі мүмкін екен. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы шаралардың жалпы сомасы 4,5 триллион теңгені, яғни бұл дегеніміз шамамен 10 миллиардтай доллар құрайды екен. Бұл береке бірлігіміз сыналатын уақыт. Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден ол қауіп, екіншіден мүмкіншілік. Коронавирус індеті дағдарыс дегеніміз уақытша өтпелі нәрсе. Біздің алдымызда тұрған мақсат мүмкіндікті барынша пайдалану, осы дағдарыстан аман-есен шығып, одан да мықты ел болуымыз керек. Біз әрқайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, тезірек бұл қиындықтан шығамыз деп сенемін деп айтқан екен президент. Сондықтан да төтенше жағдай кезінде табысынан айырылғандарға 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ай сайынғы төлем енгізуді тапсырамын. Жалпы бұл көмекті кемінде 1,5 миллионнан астам азамат алады деп айтты мемлекет басшысы. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың 1 айлық есептік көрсеткіші ол 42.500 теңгені құрайды. Сондай-ақ бұл атаулы әлеуметтік төлемді кімдер алады? Соған тоқтала кетейік. Еңбек демалысына ақысыз жіберілген қызметкерлер бұл төлемақыны алады. Сонымен бірге қызметкерге төтенше жағдай енгізілгеннен кейін соңғы 12 ай үшін, яғни мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына кемінде 3 айға жарна аудару қажет. Әлеуметтік бұл төлем, яғни тек орта, шағын және микробизнес қызметкерлеріне ғана қолданылады. Сондай-ақ жұмыс берушілер жаңа әлеуметтік төлем тағайындау үшін жұмыспен қамтудың жергілікті органдарына төтенше жағдай кезіндегі қызметті шектеу салдарынан өз қызметкерлердің кірістерінен айырылғанын растайтын құжаттармен жүгіну қажет. Яғни жұмыс берушілердің өтініштерінің негізінде аудандық жұмыспен қамту мәселелері басқармасы жұмыс берушіге әлеуметтік қолдау көрсетуді шешеді. Сондай-ақ азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиалы мемлекеттік қор төлемдерді жүзеге асыратын тізімдерді дербес жасайды делінген. Яғни бұл дегеніміз не? Яғни қарапайым тілмен айтқанда, егер де сіздің тұрақты жұмысыңыз бар болса, яғни сіз шағын, орта және де микробизнесте қызмет жасайтын болсаңыз, соңғы 12 айдың 3 айында толық жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 3 жарна енгізуіңіз қажет. Бұл жерде сіз ештеңе жасамайсыз, сіздің жұмыс берушіңіз сіздің атыңыздан сізді жаңағыдай еңбек демалысына ақысыз жіберген жағдайда сіздің атыңыздан құжат жинап, оны жаңа жұмыспен қамту орталығына сіз үшін өткізеді. Яғни сізге ешқайда барып, арыз жазып,
жаңағыдай әлеуметтік төлем алу үшін жаңағыдай ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Бұл яғни жұмыс берушінің өзінің міндет болып табылады. Ескерте кетейін, сондай-ақ бұл әлеуметтік төлемдер қызметкерге демалыста болған кезде төленеді, бірақ төтенше жағдайдың ұзақтығына аспайды деген сөз. Бұл дегеніміз, егер де сіздің жаңағыдай осы төтенше жағдайға дейін алып келген жалақыңыз 300-400 мың болатын болса, сізді жұмыс беруші төленбейтін еңбек ақысына жіберген болса осы төтенше жағдай кезінде, онда жаңағыдай мемлекет тарапынан осы әлеуметтік төлем ретінде сізге 42.500 теңге ғана бір айға беріледі. Яғни менің түсінігім бойынша. Бұл дегеніміз, егер де сіздің осы төтенше жағдайға дейін тұрақты жұмысыңыз болмаса, бұл атаулы әлеуметтік жәрдемақыны сіз ала алмайсыз деген сөз. Сондай-ақ осы жерде айта кететін жайт, жалпы әлеуметтік төлемдер біздің елімізде кімдер алады? Кімдерге төленеді? Соларға тоқталып кетейін. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастар заңының 68-ші бабына сәйкес социально уязвимые слои населения, яғни әлеуметтік осал топтар, олар кімдер? Біріншіден, әрине олар мүгедектер және ұлы отан соғысының қатысушылары. Бұл жерде мүгедек дегеніміз бірінші және екінші топтағы мүгедектерді айтамыз. Немесе ұлы отан соғысына қатысушыларға теңестірілген адамдар да осы топқа кіреді. Екіншіден, мүгедек балалары бар, немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының үкіметі бекіткен аурулар тізіміне енгізілген кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын адамдар кіреді екен. Төртіншіден, жасына байланысты зейнеткерлер. Бесіншіден, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 29 жасқа толмаған, яғни кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған балалар. Мұндай адамдар әскери қызметке шақырылған кезде жас мерзімі әскери қызмет мерзімінен ұзартылады. Алтыншы, оралмандар. Жетіншіден, экологиялық апаттар, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан үйлерінен айырылған адамдар. Сегізінші, ол көп балалы отбасылар. Көп балалы отбасылар дегенімізде бұл жерде 4 немесе одан да жоғары кәмелет жасқа, яғни 18 жасқа толмаған балалары бар отбасыларды біз көп балалы отбасыларға жатқызамыз. Тоғызыншы, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындау кезінде әскери қызметте, ғарышқа ұшуға дайындық немесе оны орындау кезінде адам өмірін сақтауда, заңдылық пен құқықтық тәртіпті сақтау кезінде қайтыс болған адамдардың отбасылары. 10-шы, олар толық емес отбасылар. Осымен менің әлеуметтік төлемдерге байланысты дайындаған шағын ғана ақпаратым бүгінге осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийде міндетті түрде жазып кетіңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық, еліміз тыныш болсын. Сау саламат болыңыздар.